Құрметті менің атын тамашалаушыларым, бүгін мінекей тамыз айда келіп қалды, қиярды сәлтетіп маринадтап жабу уақыты да болып қалды. Мен сол себептен мен өзімнің огородымнан, бау-бақшамнан мына огурцемді, қиярымды теріп келдім. Мына өзіміздің қолдың ешқандай дәрі жемеген, дәріленбеген қиярымыз. Қолды болғандықтан бұл әртүрлі. Үлкенде үлкейіп кеткені бар, кішірейіп кеткені бар. Енді мен мынаны суға салдым. Где-то бұл жерде бір 3 килограммдай қияр бар. Енді осы қиярды мен маринадтап, мүмкін аз болса, бұған мен қызанақ қосып та жабуым мүмкін. Енді осы мынау қиярымызға қазір суда 2 сағат тұрады. Оған мен осы суға мына жерде қарап тұрсаңыздар, мен енді жобамен салып жатырмын, өзім жылда істеп жүргендіктен 2 ас қасық шығады. 2 ас қасық тұзды салып, араластырып, мінекей, және қиярымыздың басы мен аяқ жағын алып тастадым. Суға салып 2 сағаттай қойып қоям. Бұл менің бұрыннан істеп келе жатқан, яғни анамнан көрген рецепт. Бұл осылай жылда осылай жабамын, ешқандай да атылмайды банкім. Керемет сәлтетіп маринадтау шығады. Жолдасым да риза, жеген адамдар да, келген қонақтарым да риза. Жалпы осы бүгін қияр маринадтаймыз. Табиғи өнім, бау-бақшадан өзіміздің өсірген, шиеміздің жапырағы, ащы бұрыш, тәтті бұрыштар. Мен тәтті бұрышымыздың қызыл және сарғыш түстерін алдым. Бұны яғни қиярға қосатындықтан, банкімізде де тұрған кезде де піскені дейміз ғой, бұны әдемі рең де беру үшін, әрі дәмді, тәтті болады. Қызанақтарымыздың бұл жерде әрине аса қатты пісіп кеткенін алмаймыз. Өйткені мен бұны қиярмен бірге қосып жабам. Сол себепті аса қатты пісіп кеткен алуға болмайды. Мен жалпы маринадтауды ертерек бастай беремін. Неге? Өйткені бұл өзімнің бақшамнан шыққан дүние. Оған мен сенімдімін. Атылмайды. Банкіміздің жаңағы жарамсыз болып қалмайтындығына, маринадталған дүниеміздің бұл қыс бойы көктемге дейін сақталып тұратынына сенімдімін. Мен осылай дәл жыл бойы осылай жауып отырамын өзімнің бақшамнан. Мінекей, енді біздің банкілеріміздің барлығы қарланған. Банкімізді ыстық қарланған. Ыстық несін жоймас үшін мен банкілерді жауып тұрамын. Қалғандары қолданатындығын алып, бұл мені 2 сағат, 1,5-2 сағат тұрды. Ең бірінші мен банкіме ысынап, мінекей, укроп, петрушкамызды осылай көктеу арқылы саламыз. Бұны бастырып, бұдан кейін мынау көліңді шие жапырақтарының 2-3 дана, смородина жапырағы, және бір дана чесногымыз. Одан кейін 10 шақты болса да, 5 болса да болады. Қара бұрышымызды салдық, бүтін қара бұрышымызды, тәтті бұрышымызды салып қоя тұрамыз. Бұл біз енді мына жерде менің огурцелерім, қиярларым әр түрлі. Сол себепті мен қазір ең бірінші майдаларын салып шығамын.
орналастырып. Жақсы қоймасы үшін қосқап қоямыз. Енді осы жерде пышағымның көмегімен қиярымды бөліп салуға болады. Қызыл тәтті бұрышымызды саламыз. Лаваш 3 дана, 4 дана салуға бола береді. Өзіңіздің күйіңізге қарай. Біздің дәл осылай. Енді осыны уақыт өткізбей су құямыз. Қайнап тұрған суын абайлап күйіп қоймай құйып шығамыз. Мен мына жерде ені тікетіппін. Ащы бұрышымызды. Ыстық суда қорқуға перебетті болады, себебі банкымыз парленген. Қызанағымызды жауып жатыр. Мынау мені огурциміз. Мынау әренесі көтеріңкі болғандықтан мен жауып қойдым бетін. Енді біз қызанағымызды салып шықтық. Тыңғайып. Мынау келесі қызанақтарымыз саламыз бұған кеңес банкімізге. Қазір мынан су толтырып құйып шығамыз. Сөйтеміз де бұны да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Әрине қиярды 15 минут қоюға болады, ал помидорды 10 ғана минут қоюға көп қоюдан қажеті жоқ. Қызанақ өздеріңіз білесіздер, өте нәзік, ыстық суға тез жарылады, тез. Сол себепті бұны көп қоюдан қажеті жоқ. Енді мынау келесі қалған банкілерімізде помидорларымызды саламыз. Мінекей бақшамыздың помидорлары өзіміздің ешқандай керемет. Банкілерімізді салып болдық. Помидорларымызды енді қайнап тұрған суымыз, абайлап суымызды құйып шығамыз. Отырып құямыз. Мына жерде помидорымыз біздің көтеріліп тұр. Жабамыз да. Тағы да осындай ауыр затты басып қоямыз. Себебі бұл кәдімгі басылады. Суымызды құямыз. Бетіне дейін құямыз да. Бетін қақпағымен жабамыз. Мына жерде біздің огурциміздің уақыты болды. Оның біздің ең бірінші мынаны құйғанбыз. Осыны аламыз да, оның ішіне суын төгіп тастаймыз. Крышкамыз арнайы тесік-тесік. Арнайы. Міне біз суыған жоқ, 10-15 минут дедік қой, 10 минутта бұл суып қалады.
Яғни мен банкыны мен еркін ұстап отырмын, қолым күймейді. Осылай су құйып тастаймыз. Бұл судың бізге ешқандай қажеті жоқ. Енді мынаған қайтадан суымызды құямыз. Құйып шығамыз. Ne үшін құяйын деп жатсыз сонда? Не ғой? Стерилизовать етіп жүрмін, банкте огурцилердің бәрі не болады да, мындай. Инфекциялар өледі да, кетеді, соның бәрі төгіліп суға кетеді. Бетіне құйдық енді оны. Самағымызды дәл осылай төгіп ұстаймыз. Соның ішіндегі төгіп. Мінекей тағы да тұрды. Аламыз. Жауып. Ұстаймыз. Ұстаймыз. Дәл осылай барып оламыз. Біздің суымыздың қажеті жоқ. Енді тұз 2 литрге 2 қасық. Ас қасық. Тұз. Екі қасық тұз. Bir қасық. Шекер салатсыз ба енді? Тәтті боламай. Енді мына жерден ыстық суымызды алып құйып жібереміз. Толтырып па? Шекерімізбен шекерімізді беріп кету үшін. Ар жағына қосмаған. Анамызға. Bunu su толды. Енді қосыз таза арнайы асқана қосысы. Bir ас қасық жетер болса, ас қасық келесімізге бір ас қасық болса жетеді. Сонда мам, сіз не жасап жатсыз, соны түсінбедім. Мынау қызанақтарымызға да дәл солай. Қазір мынау екіншісі тұр, енді үшіншісіне жатсың. Дәл осылай қозғап аламыз. Қозғап алсақ, байқасаңыздар, мына бізде ет жүріп жатыр. Қарап. Болғаны жақындап қарап көрсеңіздер. Ауылар шығады. Осылай. Мінекей, өзерге ауылар шығады. Қажеті ме? Қақпағымызды жақпай тоғып, осылай қозғап оңыз. Өзерге шығып жатыр. Көрдіңіздер ме? Әттен осы ауа шығып алу керек. Міне, мына жерде де шығып жатыр. Қозғап қойса, қатты шығып. Енді жабуға кірісеміз. Bayağı birinci dizlerimi bekletirdi. Şimdi
біз жаптық крышканы. Енді қараңыздар. Мына жерде жабы тұр, мына салфетка мына құрғақ. Мына крышканың дұрыс жабылғанын біз еңкейту арқылы бұны тексеріп көреміз. Егер де дұрыс жабылмаса, суаға жоқ, байқап тұрсыздар, міне өте дұрыс жабылып жатыр. Түбінде ешқандай болған жоқ. Әрі тұз барлығы ериді, әрі міне тоқтатады. Екі қасық тұз. Біраз қасық жатыр. Біраз қасық. Міндетті түрде су құйып жіберіп аламыз. Мінекей, біздің банкілеріміз жабылып болды. Енді ол өзінің ұясына, яғни шубасын жабамыз банкамыздың. Қасына қоямыз. Төңкеріп, міндетті түрде төңкерілген бір-біріне жақын қоямыз. Шубасын жауып қоямыз. Жорап қалмасын деп. 3 күн тұрады осылай.